негіз қазақ болу мысалы мен үшін қиын емес, түсіндірейін неге. Негізі оңай. Қазақ деген бұл күй. Күй емес, ішкі күй. Состояние. Ой, рахмет. Состояние. Орысша, біздің ішкі күйіміз. Егер біз өзіміздің ішкі күйімізді түсінсек, сен қазақсың. Ал арғараттай бір адам ислам жолын таңдаса, екіншісі шашын бояуға таңдаса, үшіншісі басқа да жол таңдап жатса, ол қазақ бола тұра өзінің жолын өтіп жатыр деген сөз. Өзінің таңдауын өтіп жатыр деген сөз. Демек демография дәл сол. Таңдау, демократия бар деген сөз. Егер біз әр салада бұл дұрыс емес, бұл теріс деген сонда біздің адамның еркіміз қайда қалды? Біздің таңдауымыз қайда қалды? Сондықтан да қауым ретінде біз соны біріншіден сұрақ қою керек та. Егер біз нақты демократия деп айтатын болсақ, кешірім өтінемін, сол жерде акцент қою керек та сұрақтарыңызға. Демек, біздің ішкі күйіміз. Қазақ деген сөздің бірінші сөзге келейікші, қазақ деген жақсы. Bir жерде оғым бар, қазақ деген фримен дейді, еркін адам деген оғым. Естулеріңіз бар шығар, біріншіден. Екіншіден, қазақ деген сөздің былай тілге келетін болсақ, қаз, ақ. Ақ деген бізде клетка деп аталады. Білесіздер ғой, қазақтың көне тіліне келетін болсақ, ақ деген сөз бұл клетка деген сөз. Демек жаңағы ұрпақ, аруақ, топырақ, барлығы ақ. Демек біздің ата-бабамыз осыны білген. Сондықтан да жаңағы қазақ деген сөз енді 14 ғасырда пайда болды, бірақ әр қайсымыз өзіміз білеміз. Мысалы мен кереймін. Енді бұл жерде барлық 300-де де барлық отқан шығар. Мәселен, менде елде, туған жерімде, Монғолияда, бізде біріншіден ру сұрамайды, бізде елің кім деп сұрайды. Сол кезде мен жауап беремін. Елім керей деймін. Керейдің ішінде кімсің? Руың кім дейді. Мен абақты кереймін деймін. Руың, сүйегің кім дейді сосын үшіншісі. Мен ителімін деймін. Ал ителден кейін жеті атаңды ата дейді. Сосын мен жеті атамды атамын. Демек, қазақ деген күй, сол көне кезеңден қалып қойған қазақтық болмысты көтеріп, сен өзің жеті атаңның, ата-бабаңның аруақтарың бар екенін қабылдау.